Бұндай кезде имамдарға Аббасия тикток имам дегенді қолдан жасайды. Неге? Халықты ерту керек біреу. Халық иесіз қалмау керек. Халық көшсіз қалмау керек. Халықты біреудің артынан ерту керек. Сонымен жаңағы тикток имам шығады. Ол тикток имамды Назарбай Тоқайдың бүкіл телеканалы көрсетеді. Бүкіл шоуға қатысады. Назарбай Тоқайдың жалдамалы ютуберлері, блогерлері, журналистері көрсетеді. Оны бәленбай миллион жазылушылары бар, тиктоктар, бәленбай миллион жазылушысы бар инстаграмдар салады. Сөйтіп, аспаннан, вертолетпен, тікұшақпен, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату деп, тикток имам аңқау, аңырған, дағдарған, түңілген, ашуланған, торыққан қазақтың ортасында «Халло» деп шығып келеді. Пәлтөсінің ар жағын қарасаң, киембінің таңбасы шығады. Төс қалтасына қолыңды тықсаң, ұлттық қауіпсіздік комитеті шығады. Ол тикток имам, біз білеміз оны. Біз білеміз оны. 2018 жылдың қара күзінде менің жерлес бір апам қайтыс болады. Жамағайын туысқан маған. Жерлесім. Алматының іргесіндегі бір жаңадан салынған ауылда қайтыс болады. Кәдімгі егіс атыздың шетін бөліп, жаңағы бәлен соттықтан бөліп, адамдарға сатқан сол жерге бір ауыл түсіп жатқан. Ол апамыз әрі жерлесіміз, әрі жамағайын туысқанымыз. Содан сол қара күзде маған хабар келіп, сосын мен ол апамызды жерлеуге жаназасына қатысамын. Қарбаласпыз. Бүкіл дүниені шулатып жатқан кезіміз. Бүкіл дүние, Еуропа, Америкадан күнде журналист келіп жатқан кез. Енді әрі туысқаным болғасын, әрі жерлесім болғасын баруым керек. Бардым. Жаназаны шығардық. Сонда жаңағы сіздер қолдан Құдай жасап алған керемет Аббасия, ашық ойлы, современный, модерн тикток имамдарыңыз сол жаназаны шығарды. Ауылдың имамы білмеймін. Сол кезде ара тұра бір медиалардан көрдім бе көрмедім бе есімде жоқ. Мәйітті жолдың ана Құлжа трассасының арғы бетіндегі бір мәйіттікке қойдық. Жол жоқ кәдім, жол жоқ, егістік атыздың ішімен жүрдік қара күзде. Апарып жерледік трассаның ар жағына. Олар мына Құлжа трассасының тау жағында үйі, ана қабірлік Құлжа трассасының ана төмен жағында. Соны қойдық. Қайтып келдік. Енді тағы бір бөлек үйде ас дайындапты. Жерлестерім тұр. Енді біздің атымыз шулы болып қойған кез. Америка, Еуропаға танылып, Қазақстанда бүкіл осы тақырыпты мың түрлі тәсілменен осы тақырыпты Қытайда қазақ тақырыбын көтеріп қойған кезіміз. Әдейгі ана иттің құйрығын басып кетіп, қаңқылдатып, мынаны бір теуіп, ананы бір қойып, мынаның көзінен, мынаның тұмсығынан ұрып жүріп, қазақ қоғамында Қытайдағы қазақтардың 5 миллионнан артығы қамалып отырғандығын дәлелдеп, естімейтін керең қазақтың көзін ашып тұрып, міне деп, саңырау қазақтың құлағын ашып тұрып естірткен кезіміз. Ол үшін тактика қолдандық. Неге? Ой деп, ақын неге айтпайсың, жазушы неге айтпайсың, ай әншілер, сұмырайлар деп, сөйтіп жүріп қысқасы осы тақырыпты. Себебі бізді телеарна айтқызбайды, газет жазбайды, медиа жазбайды, биліктің жалдамалы блогерлері айтпайды, бұл тақырыпта Фейсбукта елдер лайк деп баспайды. Соны ақыр дулы шулы тақырпы естімеген, саңырау қазақ еститін, соқыр қазақ көретін тақырыпқа айналдырдық. Міне көрдіңіз ба? Саңырау қазақ еститін, соқыр қазақ көретін тақырыпқа айналдырдық. Бүкіл міне телеарнаның айтпасы, жазбасы, журналистің жазбайды, анау жазбайды, соның өзінде міне. Міне. Сол кезде бізді біраз ел біліп қалған кез, әлі қамалмаған кезіміз, әлі тұтқындалмаған кезіміз, міне. Жерлестер бар, селфи жаса, фотоға түсіп, анау кеп, мынау кеп, сөйтіп жатты. Сон дастархан болды. Ұзыннан ұзаған тақтайдан жасай салған үстел, тақтайдан жасай салған орындық, отырдық. Жаңадан түсіп жатқан ауыл екен. Дастарханның ең басында жаңағы тикток имамдарыңыз отырды. О кезде оның тикток имам деген дәрежесі жоқ. Атаң алды да Құранды ары жіберді, бері жіберді. Айын жарайды, ол имамдық парыз ғой, біз босақта оқимыз. Соны алды да ең соңында кеп, атаң, менің бүкіл туыстарым, жерлестерімнің алдында Қытай қазақ достығы, мына біреулер арандатады мына. Екелдің достығын білдіруге болмайды. Біз саясатқа кірмейміз, мына арандап қалмаңдар, Қытай деген алып держава. Ол қырып тастайды, ол басып кіріп мына жерде тасталқанымызды шығарады. Мына Қытайға қарсы қазақты арандатайын деп жүргендер бар деп,
атаң сол заманда ұлттық қауіпсіздік комитетінің үгіт насихатын жүргізген. Ішімнен білдім, сен де белгілі екенсің ау. Сен де белгілі екенсің ау. Сонда біз Қытай ана жақта қазақты қырып жатса, жойып жатса, қамап жатса, мына Қазақстанда балалар аңырап, Қытайда әке шешесі қамалып, мына жақта ерлі-зайыптылар екі жаққа айырылып жылап жатса, біз үндемей отырады екенбіз. Қытай ұлы, Қытай біздің көршіміз, Қытай қазақ достығы жасасын, Қытайға тиісуге болмайды, Қытай хап деп жұтып алады, Қытай бас салып алады. Ойбай, қамасаң қамай бер, өлтірсең өлтіре бер, сәбилерді сойып сата бер, жастардың бауыр бүйрегін сата бер, Қытай ұлы, Қытай қазақ достығы жасасын, елбасы жасасын деп отыру керек екенбіз. Отыру керек екенбіз. Сөйтіп атаң басын дін қып, Құран қып, арабтың сөзінен бастап, артын ұлттық қауіпсіздіктің үгіт насихатымен аяқтады. Енді туысқанның, жерлестің жаназасы. Не істейсің? Сабыр қылдық. Ал кезде күніне қытайшылдар деген бізге қарсы үріп жатқан кез. Ойбай, бұны бүгін қамайды, ертең қамайды. Ертең міне соттап жібереді. Ойбай, бүйтеді, Қытай басып кіреді. Мынау Қытайдың, ойбай, бұл ана шпион, Ресейдің шпионы, бұл Қытайдың шпионы. Ай, бұл Американың шпионы. Ой, бұл уақабист, жоқ, бұл ана, бұл Хизбут Тахрир. Бұл ана, ойбай, бұл ана секта, жоқ, олай емес. Ойбай, шіркеуге барыпты, христиан екен, ойбай, мынау мүртат болды, кәпір екен. Ойбай деп жаңа бүкіл қазақ ана жақта жарты миллион қазақты қамап жатыр. Қақысы жоқ. Маған ат қойып айдар тағып шіркеуге барыпты, шоқыныпты. Ойбай, уақабист екен, жоқ. Уақабист христиан екен, христианның уақабист екен деп қазақтар дегенің енді. Енді қазаққа ол қызық емес та, жарты миллион қазақ өлеме, қырлама, ол қызық емес. Сөйтіп кетті. О кезде біздің жаңағы жалаға, дәлеге, өсекке, қоқанлығы бопсаға етіміз өліп кеткен кез ғой, өліп. Жаңағы бізді бір қазақ өсек демесе, мына не деген алтын қазақ? Мына алтын қазақ екен, бізді өсек демейді екен, мынаған ескерткіш қойып тұқым алып қалатын қазақ екен дейтін кезіміз. Міне, біздің санамызға қазақ деген ұғыммен бәлеқор, жалақор деген ұғым синоним болып кеткен кез ол кезде. Бүкіл интеллигенциялың, бүкіл журналистің, ол жау жоқ екен қазақта, жау біз екенбіз. Осы біздің күнімізді өшірсе, тыныш болады екен. Ой, шіркін, рахат болды. Немене жындан? Жарты миллион қазақ деген. Не қыра бермей ме жарты миллион қазақ? Туады ғой мұны. Басқа қазақ жарты миллион қазақ туады ғой деді. Қысқасы осыған келді ғой. Қыра берсін, жоя берсін. Қатындар бар, туады. 20 жылда, 50 жылда жарты миллион туып аламыз болды дейді ғой. Соны тикток имамдың айтып, құлақ үйреніп қалған сөз. Бүйтіп отырып жаңағы. Қою сүт шайды ішіп, рахаттанып. Күн суық. Жерлестерім бар жаңағы. Сөйтіп, енді бір кезде дастархан қайратын кезде мен ойлаған жоқпын. Ал секаға дастархан қайырыңыз дейді. Ақыры бұл дастархан жаназаның дастарханы. Сосын біз де шариғаттан өзіміз атамыз кезінен жаттап алған бір-екі хадисті ұрып жібердік енді. Енді біздің акцент енді қазақша акцент, аналар сияқты деп тұрып арабша жібере алмаймыз. Деп жібере алмаймыз. Содан біз қайтеміз. Айттық, аққа жақ болмасаң, қараға қарсы болмасаң болмайды дедік. Зұлымдықты көргенде, міне сахих хадис бар, зұлымдықты көргенде бірінші қаракетіңмен тиіп